Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің тақырып орталық жүйке жүйесінің физиологиясы. Ең алдымен орталық жүйке жүйесінің құрылымына шолып өтетін болсақ, орталық жүйке жүйесі екі негізгі бөліктен тұрады: ми және жұлын. Олар бірігіп ағзаның барлық қызметтерін реттеп, қоршаған ортамен өзара әрекеттесуін қамтамасыз етеді. Орталық жүйке жүйесі ақпаратты өңдеу мен шешім қабылдау орталығы. Жаңа айтып өткендей, орталық жүйке жүйесі екі негізгі компонент бұл: ми және жұлын. Ең алдымен миға тоқтала кететін болсақ, орталық жүйке жүйесінің басты орталығы күрделі ойлау процестерді, эмоцияларды есте сақтауды және ерікті қозғалыстарды басқарады. Ол бірнеше бөлімнен тұрады. Олардың әрқайсысы өзіндік функциялары болады. Келесі бізде жұлын. Ми мен дененің арасындағы байланысты қамтамасыз ететін негізгі арна. Ол рефлекторлық әрекеттерді жүзеге асырады және миға сигналдарды жеткізеді. Сондай-ақ мидан бұлшықеттерге және бездерге сигналдарды жіберіп отырады. Келесі нейрон. Ең алдымен нейрон дегеніміз не дейтін болсақ, нейрон дегеніміз жүйке жүйесінің функционалдық бірлігі. Олар электрлік және химиялық сигналдар арқылы ақпаратты тасымалдайды. Әрбір нейрон денеден, дендриттен және аксоннан тұрады. Енді әрқайсына тоқтала кететін болсақ, дендрит дегеніміз басқа нейрондардан сигналдарды қабылдайды, немесе нейронның қысқа өсіндісі. Келесі бізде сома. Нейронның негізгі бөлігі сигналдарды біріктіреді. Яғни ол сол сома денесінде, яғни жасуша денесінде ядро орналасады. Келесі бізде аксон. Сигналдарды сомадан алыстатып, басқа нейрондарға, бұлшықеттерге немесе бездерге жеткізеді. Ол жаңағы келген сигналды басқа нейронға өткізу каналы деп айтсақ та болады, және оны нейронның ұзын өсіндісі деп атайды. Келесі синаптикалық беріліс және нейротрансмиттер. Нейрондар арасындағы ақпаратты алмасу синапстар арқылы жүзеге асырылады. Синапс бір нейронның аксоны мен басқа нейронның дендриті немесе сомасы арасындағы байланыс нүктесі. Бұл процесте нейротрансмиттер маңызды рөл атқарады. Міне көрсетіліп отырған нейротрансмиттер қалай жүзеге асырылатын төрт күйде көрсетілген. Бірінші ол әрекет потенциалы, екінші нейротрансмиттердің бөлінуі, үшінші рецепторлармен байланысу және төртінші сигналдардың берілуі. Келесі жұлынның қызметі мен рефлекторлық доға. Жұлынның қызметінің маңызды бөлігі ол ми мен дененің арасындағы заттардың ақпараттың алмасуына қамтамасыз етеді және көптеген рефлекторлық әрекеттерді орындайды. Ол омыртқа жотасының ішінде орналасады және қозғалмалы болып келеді. Омыртқа қозғалғанына байланысты қозғалмалы болып келеді. Сенсорлық сигналдарды тасымалдау, яғни бұл жұлынның қызметі. Денеден тері, бұлшықет, ішкі ағзалар келген сезімтал ақпараттарды миға жеткізеді. Яғни айтып отқан әрбір рефлексті және нейрондардан өткен ақпараттың барлығын миға жібереді. Келесі қозғалтқыш сигналдарды жеткізу. Мидан бұлшықеттер мен бездерге қозғалтқыш бұйрықтарды жеткізеді. Қозғалысты басқарады. Бұл яғни айтқанымыз жаңағы бірінші сенсорлық сигналдарға керісінше. Сенсорлық сигналдар бұлшықеттерден, бездерден миға жеткізетін болса, ал қозғалтқыш сигналдар мидан бұлшықеттерге жеткізеді. Келесі рефлекторлық әрекеттер мидың қатысуынсыз тікелей жұлын деңгейіне орындатылатын жылдам еріксіз реакциялар. Рефлекторлық доғалар тітіркенгішке жылдам жауап беруге мүмкіндік береді. Ол мысалға айтып өткенде ысыны, жылуды сезінген кезде анық байқалады. Жалпы рефлекторлық доға дегеніміз жұлындағы рефлекстерді миға бармай-ақ сол жерде жүргізеді. Ол рецепторлар афференттік нейрон арқылы жүзеге асырылады. Келесі ми діңгегі және оның маңызды функциялары. Ми діңгегі мидың ең көне және өмірлік маңызды бөлігі. Ол жұлын мен үлкен ми жартысы шарларының арасында орналасқан. Ол ағзаның негізгі тіршілік функцияларын реттейді. Жалпы ми діңі, яғни мидың основасы.
Оған негізгі сопақша ми, орталық ми және көпір жатады. Енді айтып өтетін болсақ, осы ми діңгігінің функциялары: тыныс алу және жүрек соғуы. Тыныс алу жиілігін, жүрек соғуын және қан қысымының автоматты түрде басқарады. Ұйқы мен ояну циклы. Ұйқы мен ояу күйін реттейді, сергектікті қамтамасыз етеді. Рефлекстер: жұтыну, жөтелу, түшкіру және көздің жыпылықтатуы сияқты маңызды рефлекстерді басқарады. Ақпараттық өткел ми мен жұлын арасындағы барлық ақпараттарды ағынын бақылайды. Яғни мидан шыққан барлық ақпарат жұлынға осы ми діңгегі арқылы жетеді. Ми діңгегінің кез келген зақымдануы өмірге қауіпті болуы мүмкін. Себебі ол тіршіліктің маңызды функцияларын басқарады. Яғни айтып отқан, ми діңгегі зақымдалатын болса, адам өміріне тікелей қауіп төнеді. Өйткені организмдегі барлық басты және өте керек циклдардың барлығы осы ми діңгегінде жүреді. Келесі ол мишық қозғалысты үйлестіру және тепе-теңдік. Мишық мидың артқы бөлігінде, ми діңгегінің үстінде орналасқан. Ол негізгі қызметі ерікті қозғалыстарды үйлестіру, тепе-теңдікті сақтау және бұлшықет тонусын реттейді. Енді келесі мишықтың функцияларына тоқталатын болсақ, қозғалысты үйлестіру дәл және тегіс қозғалыстарды қамтамасыз етеді. Мысалы, жазу, аспап ойнау немесе спортпен айналысу. Тепе-теңдікті сақтайды. Денесінің кеңістігінде орнын бақылайды және тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі. Бұлшықет тонысын реттеу. Бұлшықеттердің қажетті керілуін реттеп, қозғалыстарды оңайлатады. Моторлық үйрену жаңа қозғалыс дағдыларын меңгеруге қатысады. Мишықтың зақымдануы қозғалыстың үйлесімсіздігіне, атаксия, тепе-теңдіктің бұзылуына және дірілге әкелуі мүмкін. Келесі үлкен ми жарты шарлары, кортекс аймақтары және олардың қызметі. Үлкен ми шарлары мидың ең үлкен бөлігі және адамның жоғарғы танымдық функцияларының орталығы. Олар ми қыртысы кортекстік деп аталатын жұқа сыртқы қабықпен қапталған. Онда миллиондаған нейрондар болады. Келесі біз мидың аймақшаларына ордалатын болсақ, маңдай бөлігі, төбе бөлігі, шықшыт бөлігі және шүйде бөлігі. Осы төрт бөліктің өзінің артқалатын әртүрлі функциялары бар. Соның ішіне келесі маңдай бөлігіне тоқталатын болсақ, жоспарлау, шешім қабылдау, сөйлеу, ерікті қозғалыстар. Төбе бөлігі сезімтал ақпараттарды өңдеу, кеңістікте қабылдау. Шықшыт бөлігі есту, есте сақтау, сөйлеуді түсіну. Шүйде бөлігі көру, ақпараттарды өңдеу және интерпретациялауға жауап береді. Одан бөлек үлкен ми шарларының тағы да бір жүйесі, бұл лимбикалық жүйе. Лимбикалық жүйе эмоцияларды, мотивация және есте сақтау деген сияқты маңызды ақпараттарды сақтайды өзінде. Бұл аймақтарды күрделі өзара әрекеттесуі бізге қоршаған ортаны қабылдауға, ойлауға, үйренуге және әрекет етуге мүмкіндік береді. Жоғарғы жүйке жүйесінің қызметі ес, ойлау және сана. Адамның жоғары жүйке жүйесі бұл күрделі психикалық процестер. Оларға ес, ойлау, сана, сөйлеу және эмоциялар жатады. Бұл функциялар ми қыртысының әртүрлі аймақтарының үйлесімді жұмысының нәтижесінде жүзеге асады. Келесі еске тоқталатын болсақ, ақпаратты сақтау, қайта жаңғырту және пайдалану қабілеті қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді ес болып бөлінеді. Яғни қысқа мерзімді болған ақпаратты көп ұзамай ұмытып қалу деген сияқты, ал ұзақ мерзімді ес соны сақтап қалады, белгілі бір ақпаратты сақтап қалуы. Келесі ойлау, проблемаларды шешу, талдау, синтез және абстрактілі ұғымдарды қалыптастыру процесі. Сана, өзін және қоршаған ортаны қабылдау, ойлау және әрекет ету қабілеті. Соңғысы және сөйлеу, адамдар арасындағы қарым-қатынас құралы.
брока және вернека аймақтарымен байланысты. Бұл күрделі процестердің зерттелуі адам мінез-құлқының, оқудың және психикалық аурулардың негізін түсіну үшін маңызды. Жалпы қорытындылай келетін болсақ, орталық жүйке жүйесінің маңыздылығы дегеніміз, ол орталық жүйке жүйесі біздің әлемде қабылдауымызды, онымен өзара әрекеттесуімізді және өз өмірімізді басқаруымызды қамтамасыз ететін керемет күрделі және үйлесімді жүйе. Нейроннан бастап үлкен ми жарты шарларының күрделі функцияларына дейін орталық жүйке жүйесінің әрбір бөлігі ағзаның дұрыс жұмыс істеуі үшін шешуші рөл атқарады. Яғни орталық жүйке жүйесінің жалпы бір функциясы бұзылатын болса, ол тікелей барлық жүйеге әсер етеді. Орталық жүйке жүйесінің физиологиясын зерттеу адам миының жұмысын және оның күрделілігін тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Оқу, есте сақтау және ойлау процестерін жақсарту үшін жаңа стратегияларды әзірлеуге ықпал етеді. Яғни осы орталық жүйке жүйесін зерттеу арқылы өзімізге танымдық даму ашуымызға болады. Ауруларды емдеу, яғни ол неврологиялық және психиатриялық аурулар, Альцгеймер, Паркинсон, депрессия емдеудің жаңа әдістерін табуға көмектеседі. Яғни біз жүйке жүйесін зерттеу арқылы осы аурулардың алдын алу жолдарын таба аламыз. Адам әулиетін ашу, мидың толық әулиетін ашу және оның мүмкіндіктерін кеңейтуге деген ұмтылысты жалғастырады. Яғни осы адам миының жалпы потенциалын зерттеу үшін айтылады. Не айтады ғой, адам өзінің миының тек қана 20%-ін жұмыс істетеді деп. Осы орталық жүйке жүйесін зерттеу адам миының потенциалы, яғни 100% жұмыс істеген жағдайда қандай боларын білу үшін. Бұл білім саласы үнемі дамып келеді және әрбір жаңа ашылу адам санасының құпияларын ашуға жақындатады. Көп оқушылар, сіздерге көп рахмет. Бүгінгі сабағым